Сәлеметсіңдер ме? Әдебиет оқу сабағын бастаймыз. 88-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы біздің ғажайып түсіміз. Сабақ мақсаты сөйлеу барысында нақыл сөздерді пайдаланамын. Кейіпкердің көңіл күйінің өзгеруін мәтіннен тауып оқимын. Құрастыр. Бірінші тапсырма сурет бойынша әңгіме құрап айтыңдар. Қыз қалың ұйқыға кетеді. Ол ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде керемет жазық далада серуендеп жүріп, күлімдеген күнге қарап, әй күн, маған қарашы, көйлегің бар әдемі, маған бестік баға сыйлашы дейді. Қыз күлімдеп, күн күлімдеп, бестік бағаны жаудырады. Қыздың үстіндегі көйлегінің бәрі бестік бағаға толады. Қыз қатты қуанады. Ол қуанып жатып оянып кетеді. Түсіне қараса ештеңе жоқ болады. Қыз түс екенін біліп, қатты өкініп қалады. Әзіл. Өмірдегі күлкілі оқиғаларды бейнелейтін жанр. Қазақтың ауыз әдебиетінде жеңіл әзілге құрылған шығарманы жиі кездеседі. Мысалы, 2-3 сыныптарда оқыған Қожа Насыр Алдаркөзе туралы аңыз әңгімелерді, Оспан Қарабүкіров, Шоныш Маханұлы шығармаларын оқыдым. Бестік баға туралы сөйлеу жеңіл әзіл аңғарылады. Түсініп оқы, өлеңді мәнеріне келтіріп, өлге бөліп оқыңдар. Бестік баға туралы түс. Ұйықтап жатып түсінде айға ұшып барып тұрмын. Алыстағы жұлдыздың ұстап бірін алыппын. Жақын келіп жаз дидар, күнге қарап сөйледім. Әй асыл күн қарашы, нұрдан менің көйлегім. Күн сөйледі сол кезде, көйлек саған не керек? Қызым болшы сен менің, әкетейін жетелеп. Беріңіз онда дедім мен, бестік деген бағаны. Күннен күнге сабағым қиын болып барады. Мәу деген шоқ күннің үні естілді көңілді. Көбелектей көп бестік көктен сонда төгілді. Қол жеткізген арманға біріне ұқсап батырдың, бестіктерді құшақтап, құлдилап келе жатырмын. Көк аспанда қалықтап, қызыққа әбден батыппын. Ол бір кезде оянсам, үйде ұйықтап жатыппын. Аша салып көзімді, бестіктерді іздедім. Қымбат баға маңынан өшіріпті іздерін. Қап әттеген ай, өмір сақла. Өлеңдегі оқиғаны 3-ші шақта әңгімелеп айтып көріңіздер. 4-ші тапсырма, қыз бала неліктен осындай түс көрді? Қыздың күннен күнге сабағы қиындаған соң бестік баға алу қиын болады, сондықтан оның түсіне бестік баға кіреді. 5-ші тапсырма, кейіпкердің көңіл күйіндегі өзгерісті мәтіннен тауып оқы. Көк аспанда қалықтап, қызыққа әбден батыппын. О, бір кезде оянсам, үйде ұйықтап жатып. Аша салып көзімді, бестіктерді іздедім. Қымбат баға маңынан өшіріпті іздедім. Қап әттеген ай. 6-ші тапсырма, мұғалімнің көмегімен лайық сөз тауып айт. Оның несі? Оның көңілі су сепкендей басылды. Салыстыр. 7-ші тапсырма, сурет бойынша құраған әңгімелерді мәтініне салыстыр. Және әңгімеле, өзің қиял-ғажайып түс көрдің бе, айтып көр. Иә, біз үнемі түнде қиял-ғажайып түс көреміз, немесе қиял-ғажайып түс көрмейміз, иә? Мысалы, мен қиял-ғажайып түс көрмеймін. 9-ші тапсырма, қорытындыла. Абай атаның өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деген сөзін негізге алып, кейіпкерге не айтар едің? Абай атаның бұл өлең жолдарын негізге алып, кейіпкерге жалқау болмай, көрмемектен көп оқы, сол кезде өз күшіңмен, өз ақылмен бестік баға аласыңдар дер едім. Төмен үй тапсырма, үйге жұмыс. Төмендегі сөздерді қандай сезімді білдіреді? Мағынасына қарай сәйкестендіріп жаз. Реніш ту деп айтамыз, ал қуанышта бәрекелді пар шіркін, өкініш қап әттеген ай шіркін ай деп біз өкінеміз. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.